Бәріне сәлем достар. Бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 8 тарауының 7 параграфын өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қауышу күні. Бізде бірінші тапсырмада айтылыпты: мәтінді оқыңдар, осы мейрам туралы бұрын оқыған мәліметтеріңмен бөлісіңдер, авторына сілтеме жасаңдар депті. Бірақ біз астындағы сұрақтарына жауап беріп кете салайық тез-тез. Сосын мәтінді өздеріңіз бір оқып шығыңыздар. Бізде бірінші сұрағында айтылыпты: көрісудің қандай мәні бар депті. Көрісу адамдардың бір-біріне ізет көрсетіп, амандық саулық сұрасып, жыл басын қуанышпен қарсы алу дәстүрі. Ол тек амандасу ғана емес, бір-біріне жақсы тілек айту, қарым-қатынасты нығайту, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету жолы. Көрісу мейрамының бүкіл Қазақстанда тойлануына қалай қарайсыңдар? Көрісу мейрамы қазақ халқының ежелгі дәстүрлерінің бірі, бірақ ол негізінен Қазақстанның батыс өңірінде сақталған. Бұл мерекенің бүкіл ел бойынша тойлануы ұлттық бірлікті нығайтуға, дәстүрді жаңартуға септігін тигізеді. Сондықтан оның кеңінен таралуын қолдаймын. Соңғы 3 сұрағымызда айтылыпты: амал мерекесінің Қазақстанның батыс өңірінде ғана сақталуының себебі неде деп ойлайсыңдар? Амал мерекесінің Қазақстанның батысында сақталуының себебі бұл дәстүрдің ұзақ уақыт бойы осы өңірде ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатуы. Сонымен қатар бұл аймақтың Ресеймен шекаралас болуы да ықпал етуі мүмкін. Екінші тапсырма: оқылым мәтіні негізінде мезгіл, мекен, мақсат мен мәнді үстеулерге 5-6 мысал жазыңдар. Үлгі көрсетіп қойыпты: жастар таң сәріден үлкендермен көрісуге шықты. Бұның ішінде мезгіл үстеуі бар. Мезгіл үстеу: ауыл тұрғындары ерте тұрып үлкендермен көрісті. Мезгіл үстеу бізде бұл жерде ерте. Мезгіл үстеу тағы да 14 наурызда ауыл тұрғындары таң сәріден көрісуге шығады. Таң сәріден мезгіл үстеу. Мекен үстеу: көрісу мерекесі Қазақстанның батыс өңірінде ғана сақталған. Ғана деген бізде мекен үстеу. Мекен үстеуге мысал: жастар үлкендерге үйіне барып көрісті. Бұл жерде үйіне барып деген сөз мекен үстеу. Мақсат үстеу: ағайын туыс бір-біріне ізет білдіру үшін көрісті. Үшін деген мақсат үстеу. Мақсат үстеуге мысал: олар бір-біріне жақсылық тілеу үшін дастархан жайды. Үшін деген мақсат үстеу. Осылай жазып аламыз. 3 тапсырманың бізге керегі жоқ. 4 тапсырма: ата-анаң мен ата-әжеңе ұстазыңа наурыз мейрамына орай құттықтау хат жазыңдар. Құрметті ата-анам, ата-әжем, ұстазым, сіздерді ұлыстың ұлы күні наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке жаңа жылдың береке мен бірліктің, молшылықтың бастауы. Сіздерге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, қуаныш пен бақыт тілеймін. Әр күніңіз шаттыққа толы болсын. Наурыз құтты болсын. Осылай жазып аламыз. 5 тапсырма: көрісу мерекесі өзің тұратын өңірде тойлана ма? Бұл мерекенің маңызы бар ма? Әлде тойламай-ақ қойса да бола ма? 2 топқа бөлініп пікір таласыңдар. Таластырыңдар дегенім ғой. Менің өңірімде көрісу мерекесі кеңінен тойланбайды. Дегенмен бұл дәстүрдің маңызы зор деп есептеймін. Себебі ол адамдарды жақындастырады, үлкендерге құрмет көрсетуді, кішіге ізет білдіруді насихаттайды. Сондықтан оны тойлау керек деп ойлаймын. Осылай жазып аламыз. 6 тапсырма: наурыз мейрамы қай елдерде тойланады деген тақырыпта радио жаңалықтарына хабар дайындаңдар. Бізде наурыз Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркия, Әзербайжан, Иран, Ауғанстан, Тәжікстан, Түркменстан, Үндістанның кей аймақтарында наурыз мерекесі тойланады. Осыншама елдерде наурыз мейрамы тойланады екен. Енді қысқаша мәтін жазып кетейік. Осыған орай наурыз көктем мерекесі, түркі және парсы халықтарының жаңа жылы. Бұл мереке Иран, Орта Азия елдері, Кавказ аймағы және Үндістанның кей бөліктерінде аталып өтеді. Наурызда адамдар бір-біріне жақсы тілек айтып, дастархан жайып, ұлттық ойындар ойнайды. Бұл достық пен бірліктің мерекесі. Осылай жазып аламыз. Достар, мені 1000 подписчикке жеткізіп тастау керек. Тез жеткізіп тастайық. Осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар.